Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы сөйлеу тілінің анатомиялық физиологиялық механизмі. Сабақтың жоспары: сөйлеу әрекетінің құрылымы мен оның функционалды ұйымдастырылуы, сөйлеу аппараты және оның құрылымы, сөйлеу тілінің анатомиялық физиологиялық механизмінің кезеңдері. Сөйлеу тілінің анатомиялық физиологиялық механизмін жақсы білу: біріншіден, қалыпты жағдайда сөйлеу тілінің күрделі механизмін, екіншіден, сөйлеу тілінің бұзылыстарын талдауға дифференциалды түрде қарау, үшіншіден, түзету жұмысының жолдарын анықтауға мүмкіндік береді. Сөйлеу қабілеті сөйлеу аппараттарын іске қосатын орталық және шеткі күрделі жүйелері арқылы іске асады. Сөйлеу әрекетінде бас ми қызметі басты рөл атқарады. Иван Павлович Павлов ми қыртысының сөйлеу қызметінің шоғырлануы, локализациясы тек күрделі ғана емес, сонымен қатар өзгермелі екенін дәлелдеп, оны динамикалық локализация деп атаған. Ал сол сияқты ғалымдар Анохин, Леонтьев, Лурия сияқты ғалымдардың зерттеулері бойынша кез келген жоғары психикалық қызметтің негізі орталық жүйке жүйесінің әртүрлі бөліктерінде орналасқан, бір-бірімен біртұтас әрекетпен байланысты күрделі функционалды жүйелер болып табылады. Сөйлеу процесі адам баласына ғана тән, өте күрделі психикалық қабілет. Ол шартты рефлекс заңдарына бағынады. Сөз арқылы қатынасқа түсу процесінде коммуникация, адамдар бір-бірімен ой бөлісіп, бір-біріне ықпал етеді. Сөздік қатынас тіл арқылы мүмкін болады. Тіл дегеніміз қатынас құралының фонетикалық, лексикалық, грамматикалық жүйесі. Сөйлеуші өз ойын жеткізу үшін керек сөздерді іріктеп, олардың тілдік грамматикалық ережелерімен байланыстырып, сөйлеу аппаратының артикуляциясы арқылы айтады. Адамның сөзі түсінікті және анық болу үшін сөйлем мүшелерінің қимылы заңды және нақты болуы тиіс. Сонымен бірге бұл қимылдар әдеттенген болып, еріксіз іске асуы мүмкін. Әдетте сөйлеуші тек өз ойының ағымын ғана ескереді де, ал сөйлеген кезде оның ауыз қуысындағы тілі қандай қалыпта болу керек екені, қай кезде тыныс алу керек екенін ойламайды. Бұл сөйлеу механизмінің әрекеті негізінде іске асады. Сөйлеу механизмінің әрекетін түсіну үшін сөйлеу аппаратының құрылымын жақсы білу қажет. Сөйлеу аппараты дегеніміз орталық жүйке жүйесінің әр бөлігінде, әр деңгейде орналасқан, бірақ барлығы жиылып бір іске жұмылған өз алдына дербес қабілетті жүйе. Сөйлеу аппараты бір-бірімен тығыз байланысты екі бөліктен тұрады: орталық реттеуші және перифериялық шеткі атқарушы деп аталады. Сөйлеу тілінің анатомиялық физиологиялық механизмі бірнеше негізгі кезеңдерден тұрады. Бірінші мидың қызметі, екінші тыныс алу жүйесі, үшінші дауыс шымылдығы, төртінші артикуляциялық жүйе. Мидың қызметі: ми адамның жан-жануарлардың орталық жүйке жүйесінің негізгі бөлігі. Ол барлық ағза жүйелерінің жұмысын реттейді, қабылданған ақпаратты өңдейді, ойлау, есте сақтау, эмоция, сөйлеу сияқты танымдық және психикалық функцияларды атқарады. Мидың қызметтері көп қырлы, оларды мынадай негізгі бағыттарға бөліп қарауға болады. Бірінші, ақпаратты қабылдау және өңдеу. Ми сыртқы және ішкі ортадан сезім мүшелері арқылы алынған ақпаратты өңдейді. Бұл ақпараттың негізінде әрекеттерді жоспарлайды және жауап қайтарады. Екінші, қозғалысты басқару. Ми бұлшықеттердің жұмысын басқарып, ерікті және еріксіз қозғалыстарды ұйымдастырады. Үшінші, ес және оқу. Ми ақпаратты есте сақтап, қажет кезде қайта шақыра алады. Төртінші, ойлау және шешім қабылдау. Ми логикалық ойлауға, талдауға, қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Бұл функциялары көбіне мынадай мидың бөлігінде шоғырланған. Эмоциялар мен мотивация. Ми адамның сезімін басқарып, қуаныш, қорқыныш, ашу, тағы басқа сияқты эмоциялар тудырады. Алтыншы, сөйлеу және тіл. Сөйлеуді түсіну және сөйлеу қабілеті мидың сол жақ жарты шарындағы арнайы аймақтармен басқарылады. Тыныс алу жүйесі. Екінші, тыныс алу ағза мен қоршаған орта арасындағы газ алмасу үдерісі. Құнарлы заттардан энергия алу үшін оттегі қажет. Сондықтан тыныс алу үнемі жүзеге асыруы тиіс.
Тыныс алу жүйесінің орталық мүшесі өкпе. Одан басқа ауа жолдары, мұрын қуысы, ауыз қуысы, аңқа, жұтқыншақ, көмей, кеңірдек және ауа тамырлар қажет. Ауа тартатын барлық жолдар ішкі жағынан кірпікшелі эпилепсиямен астарланған. Ол кірпікшелердің қимылымен қатты тозаң бөлшектерін шығарып тастайды. Мұрын қуысы қан тарату қылтамырларымен мейлінше жабдықталған және оны иіс сезу рецепторлары бар сілемейлі кірпікшелі элителий астарлайды. Сондықтан ауа мұрын қуысында шаң және ұсақ ағзалардан тазартылып, дене температурасын қабылдайды, оның иісін анықтайды. Үшінші, дауыс шымылдығы. Дауыс шымылдығының басты қызметтері дыбыс шығару, фонетикалық функция. Адам сөйлегенде ауа өкпеден кеңірдек арқылы өтіп, дауыс шымылдығына соғылады. Бұл кезде шымылдықтар дірілдеп, дыбыс пайда болады. Тыныс алу процестеріне қатысу. Дем алған кезде дауыс шымылдығы ашылып, ауа өкпеге еркін енеді. Келесі қорғаншақтық функция. Жұтынған кезде дауыс саңлауы жабылып, тағам мен сұйықтықтың кеңірдекке түсуіне жол бермейді. Төртінші, артикуляциялық жүйе. Артикуляциялық жүйе сөйлеу кезінде дыбыс, буын және сөз жасауға қатысатын анатомиялық мүшелердің жиынтығы. Бұл мүшелер сөйлеу кезінде қозғалысқа түсіп, белгілі бір дыбыстарды шығаруға мүмкіндік береді. Артикуляциялық жүйе 3 бөлімге бөлінеді. Бөлім тыныс мүшелері. Тыныс мүшелеріне өкпе, кеңірдек, ауа ағынын қалыптастырады. Екінші, фонациялық жүйе, көмей, дауыс шымылдығы жатады, дыбысты туындатады. Үшінші, артикуляциялық жүйе, тіл, ерін, таңдай, ауыз, мұрын қуысы жатады. Олар дыбысты нақты дыбысқа айналдырады. Бесінші, резонаторлық жүйе. Дыбыс резонаторлық қуыстардан ауыз қуысы, мұрын қуысы және жұтқыншақтан өтіп күшейеді және өзгереді. Бұл резонаторлар дыбыстардың сипаттамасын, мысалы дауыс қаттылығын, тембрін және реңкін анықтауға көмектеседі. Сөйлеудің толық процесі ми мен сөйлеу мүшелерінің үйлесімді әрекеттесуін талап етеді. Бұл механизмдер дұрыс жұмыс істемеген жағдайда сөйлеу бұзылыстары пайда болуы мүмкін. Сондықтан да дауыс сөйлеу тілінің бұзылыстарын анықтау үшін тілдің осындай анатомиялық, физиологиялық механизмін жақсы білуге міндеттіміз. Міне бүгінгі дәрісімізде айтатын мәселелері осы. Осымен дәрісімізді аяқтаймыз. Қош, сау болыңыздар.